Достар, маңызды ақпарат. Міне справка о задолженности Каспийден алынған бір клиенттен. Мынандай от 8 сентября 22 года задолженность отсутствует деп тұр. Екінші договорын қараңыздар. От 25 июня задолженность отсутствует, договор по карте закрыть деген жазу тұр. Көрдіңіздер ма, достар? Екі займы бар, біреуінде закрыть деп тұр, біреуінде задолженность отсутствует деп қана тұр. Яғни задолженность отсутствует деп қана тұратын болса, онда сізде тағы да кредитіңіз бар болып көрініп тұрады отбасы банкте. Сондықтан достар, мынандай справканы алғаннан кейін бір тексеріп алыңыздар. Ал оның справканы қалай алу керек екен, мен сіздерге қазір тағы да көрсететін боламын. Бұны алмасаңыздар не болады? Өйткені отбасы банкқа барсаңыздар сізде бір кредитіңіз бар болып көрініп тұрады. Хотя сіз ешқандай қарыз емессіз. Түсінікті ғой, енді келесі видео міндетті түрде қарап алыңыздар, бұндай справканы қалай алу керек екен. Қарыз жоқ деген справканы қайдан аламыз? Каспийге кіресіздер, ең соңында мына жерде сервиси болады, оң жақ бұрышында сервисидің ішінде гид болады. Сол гидке кіргеннен кейін ең астында справка деген болады, міне анықтамалар қазақшасы. Соны басқан кезде справка о задолженности деп тұрады, берешек туралы. Соны басасыздар да енді орысшасын или қазақшасын скачать етіп алсаңыздар, дәл жаңа ақпараттың барлығын көріп тұратын болады. Ешқандай кредит болмасын, кредит жабылған кезде мен жаптым деп жүре бермесін. Осылай бір тексеріп алсаңыз, барлықтарына таратуда барлығы білімді болды.